Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Қарлығаш. Бүгін үй жағдайында өте тез дайындалатын дәмді нанды жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза ыдысқа ұнды саламыз. Одан соң тұз, қант, аштығыны салып араластырамыз. Одан соң жылы сүт және сұйық майды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Және де бір немесе 2 сағатқа ашытып қоямыз. Міне 1 сағаттың ішінде қамырымыз осылай көтерілді. Енді осы қамырды 3 бөлікке бөліп, жақсылап илеп, бетін 10-15 минутқа жауып қалдырамыз, қамыр көтерілу үшін. Міне қамырымыз көтерілді. Енді қолымызды майлап аламыз да, ешқандай оқтаудың да қажет жоқ. Үстінен осы қолымызбен басып шығамыз, әдемілеп. Шет-шеттерін баспаймыз, тек қана ортасын ғана басып шығамыз қолымызбен. Одан соң шанышқымен басып шығамыз. Және де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әдемілеп шет-шеттерін пышақпен осылай кесіп әдемілесеңіздер болады. Одан соң жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және де күнжіт немесе мак қосып пеште пісіріп аламыз. Міне нанымыз да дайын болды. Иісі деген керемет. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.